Сәлем достар, сіздермен бірге таңғы асқа өте керемет дәмді болып шығатын осындай блинді дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші бізге 2 жұмыртқа, 1 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Артынан ұнды салып, електен өткізіп, араластырып аламыз. Содан соң сүтті құйып, екеуін кезекпен осылай салып, видеодағыдай араластырып отырамыз. Араларын бөлу арқылы салып отырыңыздар міндетті түрде. Одан кейін кипяток құямыз жаймен. Сосын араластырып отырамыз. Артынан 3 ас қасық сұйық май құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Дайын болғанша табамызды қыздырып, ыстық отта қыздырып аламыз да сұйық маймен жақсылап табанды майлап қимақтың көлемінде пісіреміз. Осындай дәмді керемет болып шығады. Видеоны сайлайық, пікір жазып